Ханымдар, енді мына лекаламызды дайындап алғаннан кейін жейдеміздің барлығын осылай матаға қойып пішіп аламыз, край етіп аламыз. Мен мына жақта мына кромка, осы кромка бетке мынау оң бетін бірін-біріне беттестіріп, екіге бүктеп осылай қойдым. Мынау бізде артқы бойымыз, мынау теріс беті тұр. Мен мына жерде сгибте тұрған екен, осылай теріс бетін қойдым. Мынау алдыңғы бойымыздан екі бөлік, лекалада барлығы толық жазылып берілген. Дәл сол бойынша қойып пішіп шығасыздар. Жеңіміз екі бөлік, мынау жеңнің валанынан екі бөлік. Мынау валандарымыз, мынау ең жоғарғы бөлігінде жағасына пішілетін валан, бір дана пішесіздер, қалған барлығын екі бөліктен пішіп шығасыздар. Енді матамыздың осылай бір шетін тегістеп етіп қойып, қазір ұзын мата қиып алатын боламыз. Бірінші ені 3 сантиметр етіп бір бөлік қиып аламыз, сосын және 3,5 сантиметр етіп бір бөлік қиып аламыз. 3 сантиметрлігін қазір мойнына шнур етіп байлау үшін керек болады, ал 3,5 сантиметрін мойын өңіріне косой обейкаға өңдеу үшін керек болады. Енді осыны 3,5 сантиметр және 3 сантиметр етіп екі бөлік мата қиып аламыз. Енді 3,5 сантиметр белгілеп қиып аламыз.